Біз ең алғашқы букетімізді осындай ұсақ розалардан жинап үйренетін боламыз. Өзіңіз көріп тұрғандай, бұл розалар өте әдемі, көзге бірден түсетін, сондай классикалық үлгідегі, жоғарғы сападағы премиум класстағы тканевый материалдардан жасалған. Қазіргі таңда хит продажа деп айтсам да болады. Менде екінші орында сатылымда тұрған өте әдемі жасалуы оңай, ең оңай букет деп айтсам да болады, және де шығыны ең аз. Бізге мынандай бір веткада 6 головка, яғни 6 бас роза жүреді, арасында 2 штук мелкий пион жүреді. Оны сіз өздерінің букетті жасап болғаннан кейін ұл жолдас пен қыз жолдасқа арналған бутонеркаларға жасап жіберсеңіздер болады. Осындай упаковкада келеді. Бізге осындай бір веткада 6 бас роза жүреді. Бізге бір букет жинау үшін 5 ветка қажет болады. Ең алдымен біз заготовка жасауымыз керек, яғни бойлары бірдей қылып жасап алуымыз керек. Бірақ мен сіздерге басын жеке-жеке шығарып отырмай, ең оңай лайфхак түрі көрсететін боламын қазір. Ең алдымен жеке-жеке осылай араларын ашып аламыз. Барлық 5 веткамызды осылай жөндеп дайындап аламыз. Содан кейін бір ветканы алып, біріктіріп, ортаңғы бөлігінен бастап жинауды бастаймыз. Келесі кезекте екінші ветканы алып, қолымызбен сәл майыстырып, төменгі жаңағы веткамыздан сәл төмен орналастырамыз. Содан кейін тағы да бір веткамызды алып, жаңағындай майыстырып, қарама-қарсы бағытта орналастырамыз. Осылайша төртінші ветканы да алып майыстырып, одан да төмендеу етіп орналастырамыз. Бізде соңғы веткамыз қалды, оны да жартылай майыстырып, соңғы қатарға қарама-қарсы бағытта орналастырамыз. Бізде шамамен букетіміз келе жатыр. Енді резинкамен қыстырып аламыз. Буып аламыз, яғни бас бармаққа іліп, айналдырып алып кеп, бас бармақтағы резинканы шығарамыз. Сұқ саусақты қойып тұрып, оның үстінен 2 немесе 3 мәрте орап, сұқ саусаққа алып келіп ілеміз. Содан кейін төменге қарай қайырып алып, жібере саламыз, сонда осылай байланып қалады. Енді бұл букетті біз шар тәрізге келтіруіміз керек. Қазір бізде біреуі шығыңқы, біреуі кіріп тұр, әртүрлі болып тұр. Бізге кедергі жасап тұрған осы астындағы барлық ветканы біріктіріп тұрған мынау қалың пластмастар, бұны біз кесіп тастауымыз керек. Покорездің көмегімен осылай пластмастардың барлығын кесіп тастаймыз. Басында сәл қаттылау қиын болады, бірақ бар күшіңізді салсаңыз кесіледі. Осылай бірінші ізін салып алып, майыстыру арқылы жұмсартып алсаңыз болады. Сонда тез кесіледі. Бар күшіңізді салып кестік. Біріншісі кесілді. Осылайша барлығын кесіп шығамыз. Соңғы сабағын кесіп болдым. Бізде енді мынау розаларды жеке-жеке, яғни мынау әрбір штугын жеке-жеке жоғары төмен қозғалатындай етіп босатуымыз керек болған. Бізден шар тәрізді етіп жинаймыз. Астыңғы бөліктен бастап жинаймыз. Домалақ күйге әдемі шығу керек. Астыңғы бөлігімізді біз шеңбер сияқты етіп, әдемілеп бір қатарға келтіріп алдық. Одан кейінгі қатарларды дәл солай әдемі реттілікпен жасап шығасыздар. Как жарты шеңбер сияқты бізде қалыпқа келуі керек. Осындай әдемі букет болып келе жатыр. Арасындағы сирендарымызды дұрыстап, жапырақтарын жөндеп қалыпқа келтіреміз. Негізі айнаға қарап тұрып жасауға кеңес беремін. Сонда кемшіліктері бірден көрінеді. Және де астыңғы бөлігіндегі жапырақтарын да сыртына шығарып аламыз. Астынан қарағанда да букетіміз жан-жағынан әдемі болып көрініп тұру керек. Енді өзіміздің алдыңғы сабақта жасаған ручкамызды осыған кигізетін боламыз. Бізде қазір мына жері размері өлшемі, яғни тұрбаның өлшеміне сәйкес келмей тұр. Сондықтан резинкамен қатты тартып байлап аламыз. Осылай резинкамен тартып жөндеп алдық. Тұрбамыздың ішіне енді көлемі сәйкес келу керек. Артық суши палочкалар кесіп тастаймыз. Бойы бірдей болып тұрған дұрыс. Клейді құймас бұрын ең алдымен букетті ішіне салып тексеріп алыңыздар, және де үстінен баспаймыз, айналдыру арқылы ручкаға кигізесіздер, айналдырып отырып.
Ручкамызға анық киілетіне көзіміз жетті. Енді ыстық клейімізді молынан құя берсек болады. Молынан дегенде ішіне толтырып құйып тастамаңыздар, тек қана жан-жағына жеткізіп, көбірек қылып, букетіміз бері қаратай түсіп қалмайтындай қылып құйсаңыздар жеткілікті. Енді міне букетімізді ішіне саламыз, айналдырып отырып, аккуратно осылай ручкамызды кигіземіз. Осылай түбіне жеткізіп, клейіміз қатып қалмай, тезірек ручкамызды салып аламыз. Түбіне де аздап клей құйып жібереміз, өйткені шығып кетпеу керек. Міне біздің букетіміз почти дайын болды. Енді лентамызды, соңғы жұмыс бізде лента байлау қалды. Ақ түсті лентамызға клейді жағып, түбінен бастап жабыстырып, айналдыра отырып жабыстырып шығамыз. Осылай ара-арасына клей жағып отырып, айналдырып, резинкамызға жеткенше жабыстырамыз. Осылай резинкамыз көрініп қалмау үшін 2-3 мәрте қабаттап, тағы да жоғары қарай жүріп отырып, лентамызды жабыстырамыз. Болдық, енді аяқтаймыз. Осы жерден соңғы клейімізді жағып, лентамыздың осылай жабыстырып аламыз. Міне бізде астынан резинкамызда ешқандай жаңағы палочкаларымыздың да орны көрініп тұрған жоқ. Жаңағы лентамыздың біткен жерінен осындай моншақпен безендірсеңіз де болады, ручкасын өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Немесе лента жасасаңыз да болады, бабочка мен ұзын да қылып лента жасасаңыз да болады. Лента байлауды қысқаша видео қылып астыға салып кететін боламын. Немесе ютубтан қарасаңыздар, бабочка байлаудың неше түрін тауып алуыңызға болады. Осылай біздің ұзындығы бірдей болуы керек, және қиғаштау етіп кесіп аламыз. Кескен жерімізді міндетті түрде зажигалкамен ақырын ғана күйдіріп жіберіңіздер, сонда сетінеп кетпейді. Енді бабочкамызды түбінен клейлеп, жаңағы лентамыздың біткен жерінен кемшілігін жасыру үшін осылай дәл-дәл етіп жабыстыратын боламыз. Жалпы ручканы безендіру ол өзіңіздің фантазияңызға байланысты. Мен астынан үстінен кішігірім моншақтар жабыстырып қойдым. Міне бізде өте әдемі, көздің жауын алатын сондай классикалық үлгідегі букет пайда болды. Қараңыздар, дәл осылай енді біз келесі сабақта бутонеркасын, яғни ұл жолдас, қыз жолдасқа арналған кеудеге тағатындарды жасайтын боламыз.